Сәлем достар, Айтжановалардың YouTube каналына қош келдіңіздер. Бізге тіркеліп алыңыздар. Алғашқы видеомыз. Сол үшін сіздер мән бермей, көп қателіктерімізді кешіресіздер. Алғашқы YouTube каналды жүргізіп жатырмыз. Бүгін сіздердің алдарыңызда мен Айдана Айтжан және менің сіңілдерім. Hi guys, my name is Ұлдана. Ұлдана Айтжан. Мен Баян Айтжан. Бұл да сестренкам, есімі Ақ Баян, бірақ Баян деп айтамыз, Баян Айтжан. Бүгін сіздерге разбор жасап, керемет тақырыпта сөйлесейін деп жатырмыз. Айтып бірінші эфир болған кішкене қобалжу бар. Өзім Инстаграм парақшамды жүргіземін, Инстаграм парақшамды белгілеп кетемін. Үшеуміздің Инстаграм парақшамды белгілеп кетеміз, достар. Бүгінгі ең алғашқы тақырыпты бизнес бастаудан бастағым келіп тұр. Әрине үшеуі не үшін бизнес бастаудан бастап жатыр деп ойлап жатқан шығарсыздар. Мен өзім Каспи онлайн магазинмен жұмыс жасайтын экспертпін. Және Каспи онлайн магазинде көп жұмыстар атқарамын және Каспи онлайн магазин ашып жүргеніме көп уақыт болды. Қазіргі таңда Шымкент, Тараз қаласына 2 офлайн дүкенім бар. Және де соны өзім сіңілдеріме үйретіп жатырмын. Қазір сіздерге қазақ келіндерінің бизнес бастау туралы жазбар болады. Жалпы бизнес бастау туралы жазбар болады. Қазіргі таңда бизнесті кім қалай түсінеді? Ауқымды, масштабты біз акция, макса, трейдинг, брейдинг ондайға пока емес. Обычно бизнес қалай түсінеміз қазақтар? Мен өзімнің жеке ойым, бизнес ол жеке шаруа, жеке даму, жеке талпыныс. Бизнес ортақ болуы мүмкін, бірақ бизнес кім бастайды? Бәрі бизнестің бір бастығы болады. Бастығы болады дұрыс. Бастығы болады. Сол қалай бастайды? Яғни талпыныспен, дамумен, ортамен. Қараңдаршы, осы жерде бір сұрақ қояйыншы. Біз қазір мен өзімнің жолдасым бар, бала-шағам бар, ата-енем бар да. Маған бизнес бастау қазіргі кезде сендерден қарағанда кішкене қиынырақ. Өйткені қазақ болғаннан кейін біз ата-ененің мнениесіне қараймыз, достардың мнениесіне қараймыз, жолдасының мнениесіне қараймыз, олардың ойлары қалай болады, қалай түсірсем екен деген сияқты ойлар көп келеді. Ал сіздер жастарсыздар да, сіздерге кәдімгідей былайша айтқанда возможность өте көп Каспимен жұмыс жасауға, болмаса басқа салада болсын, жалпы бизнес бастауға. Жалпы қандай мамандықта кім бітірді? Мен мысалы информатика мамандығын бітірдім. Сіз? Информатика қай қаладан бітірдіңіз? Информатика Алматы қаласы орталық Азия университетінде информатика ақпараттық жүйелер мамандығын бітірдім. Педагогпын, былайша айтқанда. Педагогпын мен. Мен айтайын ба? Мен Алматы қаласында Алматы технологиялық университетінің технолог және кәсіптік мамандығын бітірдім. Қазақша айтқанда дизайнер немесе тігінші мамандығы. Не үшін тігінші мамандығы оқымадың? Кім қай жерде қателеседі? Қазір осы тақырыпқа келеміз. Баян, сен? Мен Түркістан қаласында туризм универінде оқимын. Универде оқисың. Қазір оқып жатсыз да? Иә, бітірдіңіз. Енді қараңыздар. Мен мысалы өзім мамандығыма ұнаған жоқ. Осы тақырыпты. Амалсыз. Ауыр қазақтың шыңқ маскасын шешетін тақырып. Өйткені мен сол мамандық грантқа түстім. Мен ойлаймын, көбінесе осы қазақ отбасы дәл осы жастарды қателестіреді деп. Мен ойлаймын. Мен дәл сол ойлаймын. Өйткені мен оқуға түскен кезде, мен грантқа түстім ғой. Сол кезде мен әкешім бір қарадым, мен туысқандар бір қарайсың ғой. Сол кезде осыдан бас тартсам, уже возможность жоқ менде. Қазақ жастарының көп таңдауы осы жерде қателеседі. Қарапайым тілде грантқа түседі, грантқа түскен мамандығын ұнатпайды. Мен ұнатқан жоқпын, мен ақпараттық жүйелер мамандығын мен ұнатқан жоқпын. Ол факт. Оны жасырмай айта аламын. Және де сол кезде енді білмеймін, енді 2016-2015 жылдар ғой. Как раз өзі грантқа түспеу, баланың психологиясы бұзылу, қазіргі таңда уже бізде 2 рет тапсыру мүмкіндік болды, өзім тапсыру мүмкіндіктер жоқ. Бірақ маған ұнаған жоқ ол мамандық, және де амал жоқтан түстім.